Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге тез арада дайын болатын закусканың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де коммент, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Қажетті құрамдар: 6 дана жұмыртқаның сарысы менен ағы, екеусін бөліп аласыздар. 6 дана шпрот, ірімшік 100 грамм, гранат 100 грамм, майонез 100 грамм, 6 дана қияр ұзынша қылып тұрып аласыздар. Ең алдыменен бөлек ыдысымызда жұмыртқаның сарысын үгітіп аламыз. Содан кейін оның үстінен шпротымызды саламыз. Содан кейін ірімшік қосамыз, майонез қосамыз дәміне қарай, және де барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Енді кішкентай қасықпенен жұмыртқаның ағын сол начинкаменен толтырамыз. Содан кейін видеодағыдай көрсетілгендей ұзынша туралған қиярымызды шырша ретінде жасап аламыз. Оны зубочисткаға тығасыздар. Содан кейін осылай елочка тәрізді жасап шығасыздар. Гранатпенен елканың звездочкасын жасап шығасыздар. Және де жан-жағына қойсаңыздар да болады. Және де укроппенен әсемдесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер менен болған Наргиз. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Қош сау болыңыздар.